Маған қызметші емес, келін мен немере керек. Құрметті оқырман, бұл әңгімені айтайын, сөйлейін, жамандайын деп емес, ішіме симай бара жатқан соң жазып отырмын. Түсінігі бар адам өз-ақ кім, не жайлы екенін бағамдай жатар. Жалғыздық жаныма батып жүр. Жалғыз ұл болған соң қиын екен. Қанша қыз, балалар болғанымен қазақта ұлдың орны ерекше ғой. Ол да бекер емес. Қыздар қияға қонып кеткенде ұяда отыратын ұл керек. 3 қыздан соң көптен күткен ұлымыз да дүниеге келіп бізді қуантты. Оның орны ерекше болды. Елден ерек етіп өсіруге тырыстық. Жалғыз ұл болса да көзінше еркелетпеуге тырысып, артынан тілеуін тілеп жүретінбіз. Оқыттық, жетілдірдік. Шетелге білімін жетілдіруге жібердік. Сөйткен ұлымыз жаман болған жоқ. Оқуды үздік аяқтап, жұмысқа орналасты. Жұмысы жақсы. Халықаралық қатынаста жұмыс жасайды. Бір жұма үйде болса, бір ай сыртта дегендей. Мейлі, өссін, өнсін, жұмысын істесін. Бізге қайда жүрсе де аман есен болса болғаны. Бірақ сол ұлымның алған жары менің жалғыз келінім көңілімді қалдырып жүр. Олар шетелде танысқан. Ұлым сүйемін, күйемін деген соң құда түсіп алдық. Келін де осы қаланың қызы екен. Шетелде оқығанымен әке-шешесі қазақи салт-дәстүрдің барлығын біледі. Тойымыз кәдімгі қазақтың тойы болып өтті. Кит кигізіп, құйрық бауыр асалды. Адам аяғы азайып, жиналып, өз-өзімізге келе бастағанда ұлым жұмыстарымен алысқа кетпекші болды. Содан түскеніне бір апта болмаған келінім, мен де кетемін, күйеуімнің қасында боламын деді. Ұялғаннан бетін қақпайық деп жібердік. Содан үйде шалым екеуміз тағы жалғыз қалдық. Қыздар тұрмыста. Келген күнде де олар бір күннен артық қалыңдар деп те айта алмаймын. Бала шағасы, ата-енесі бар дегендей. Күндер, айлар өте берді. Ұлым айына бір рет іссапарға кетеді. Келінім жұмысқа орналаспаса да қасынан қалмайды. Мейлі ғой, басында жас, енді үйленді дедік. Бірақ арада 2 жыл өтсе де, келін әдетін өзгертпеді. Үйде қалғысы келмейді. Ұлыма іссапар кезінде жұмысынан өзіне арналған ақша және үйді бөледі. Келінім барамын деп отырып алған соң, ол амал жоқ, барған жерлерінде қосымша шығынданып, үй жалдап, келіншегінің жағдайын жасайды. Бірақ үндемедік. Аяғы ауырласа өз-ақ үйде қалады деп күттік. Ол кезде де сол жағдай болмай кеткен соң, оны қасыма отырғызып алып, түсіндірмекші болсам, келінім шап етіп, апа, қазір 21 ғасыр ғой. Кім үйде отырады дейсіз? Мені үйге қамап қою үшін алдыңыздар ма? Тірліктен қиналсаңыз қызметші жалдап беремін. Әке-шешем мені құл болсын деп туған жоқ. Сонша білім алғанымда неге үйде отыруым керек? Ондай болса, ауылдың көбін біз қызынақ алмадыңыздар ма? Құдайдың берген бір өмірін адан құсап сүрейікті демесі бар ма?
Аузым ашылып қалды. О тоба, осындай да болады екен ғой. Сонда үйде істеп жатқан тірлігі жоқ, жылап жатқан баласы жоқ, беймаза күйеуі жоқ. Неге қиналып жүр екен деп ойлап қоямын. Бір оқуды бәріміз де оқыдық емес пе? Онда да міндетсінуді білмейтін едік. Оған қарап сөйлей алмай қалдым. Қазір де олар үйде жоқ. Үйіміз қаңырап бос тұр. Керек емес дегеніме көнбей, қызметші жалдап берген. Ол да сұңқиған біреу. Не орыс, не қазақ емес. Робот сияқты. Әңгімелесуді білмейді. Тірлігін бітірсе болғаны. Қартайғанда шүйкілесіп отырып, шәй ішетін адамдардың болмағаны жаман екен. Қазір қызметшіні көрсем, жыным ұстайды. Қайта бер десем, ақшасын алып қойғанмын, қайтпаймын деп жүр. Келінім біріншісін босанып алған, бірақ баласына күтуші қарайды. Ал маған керегі қызметші емес, келінім мен немерем еді ғой. Басым әбден қатты. Бұларды үйге қалай келтірсем болады? Шынайы ақыл кеңестеріңізді берсеңіздер. Бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деп. Атам қазақ расында дұрыс айтқан екен. Осынша жасқа келіп, соқа басым сопиып, жалғыз қаламын ба деп қатты қорқамын. Жолдасым да көп ауырып жүр. Қай күні бар, қай күні жоғын бір Аллаға аян. Екеуміз зәулім сарайда отырып, ауырып, құлап қалсақ та ешкім білмейді. Аллахым, бізге тура жолды көрсете көр. Отбасымызбен үлкен шаңырақта бақытты ғұмыр кешуді нәсіп ете көр. Ұлымды, немеремді, келінімді үйге қайтаратын тура жолды көрсете көр, деп күніге Алладан сұраймын. Құрметті оқырман, айыпқа бұйырмаңыздар. Шынайы ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл мен үшін аса маңызды. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Бұл мен үшін де, кейіпкерім үшін де аса маңызды. Алматы қаласы, Бибіжамал апай. Өзге де әңгімелерді, қызықты оқиғаларды, пайдалы кеңестерді каналымнан таба аласыздар. Бәрі сіздер үшін. Алдын ала рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.